18.000 ғаламтор. Сіз қуыршақтардан қорқасыз ба? Бір қарағанда олар жай ғана әдемі ойыншық болып көрінеді. Бірақ кейбір адамдар үшін қуыршақтар оларға қорқынышты түрде үңіліп қарап тұрғандай болады. Ал енді көз алдыңызға жүздеген қуыршақтарға толы аралды елестетіп көріңіз. Педиафобиясы бар адамдар үшін нағыз үрей локация. Мексиканың астанасы Мехикодан 20 километр қашықтықта Сочимилко өзенінде қуыршақтарға толы арал орналасқан. Мексикада бұл жерді Исла де лас Муникас деп атайды. Бұл локация әлем бойынша ең мистикалық жерлердің бірі болып есептеледі. Аралда жүздеген ескі түрлері қорқынышты қуыршақтар ағаштар мен үйлерде ілініп тұр. Бұл арал туралы көптеген мистикалық әңгімелер мен аңыздар кеңінен тараған. Мұнда келген адамдардың айтуынша қуыршақтар ешбіреудің көмегінсіз қолдарын және бастарын қимылдатқандарын көрген. Ал көздері бар қуыршақтар келген адамдарды аңдып тұрғандай түйіледі. Бірақ бұл аралда осыншама көп қуыршақтар қайдан пайда болды екен? Аралдың аңызы бойынша 1950 жылы аралға жұрттан безген жалғыз тұрушы Джулиан Санта Барер қоныстанған. Бір болжамдар бойынша ол діни уағыздарды таратуына байланысты ел жұрттан қуылған. Содан ол аралға қоныстанып гүлдер, көкөністер өсіріп, балық аулаумен айналысқан. Бір күні Джулиан өзеннен келген қыздың дауысын естіді. Жағаға келгенде ол суға батып бара жатқан қызды көріп қалды. Бірақ өкінішке орай оны құтқара алмады. Ал жағада сол қыздың қуыршағы қалып кетті. Қыздың естелігі ретінде Джулиан қуыршақты алып ағашқа іліп қойды. Содан бері ол қыз Джулианның түсіне кіріп оны қудалай бастады. Түсінде қыздың елесі Джулианмен бірге қуыршақ ойнағысы келді. Және әр кезде әртүрлі қуыршақ талап ете бастады. Сол кезден бастап Джулиан қыздың елесін тыныштандыру үшін аралға түрлі қуыршақтар әкеле бастады. Ол қуыршақтарды түрлі тәсілдермен табуға кірісті. Кейбіреулерін тіпті қоқыстан тауып алып аралға жеткізіп отырды. Көп ұзамай бұл туралы естіген жергілікті тұрғындар да оған қуыршақтарды өздері әкеле бастады. Кейбіреулері жай ғана көкөністерге айыр бастады. Бірақ қыз бәрібір Джулианды түсінде мазалауды тоқтатпады. Ер адам бұл болып жатқан оғаш жағдайлардың салдарынан есінен адаса бастады. Қыздың елесін қудалау мақсатында ол қуыршақтардың беттерін кесіп, оларды ұсқынсыз күйде аралға іле берді. Бірақ сонда да қыздың елесі тынышталмады. 2001 жылы Джулиан Санта Барераны дәл сол өзендегі қыз қайтыс болған жерде оның суға ағып кеткен денесі табылды. Джулианның мұндай күдікті түрде қайтыс болғаны туралы жергілікті тұрғындар түрлі сыбыстар мен аңыздарды тарата бастады. Оның суға батқаны айдан анық болғанымен, қалайша тәжірибелі және осы өзенді бес саусақтай білетін адам осылайша көз жұмды деген сұрақ көпті мазалаған еді. Оның өлімі әлі күнге дейін жұмбақтар мен аңыздарға толы. Кейбір адамдардың пайымдауынша, бұл жағдайға өзенде қайтыс болған қыздың қатысы бар деседі. Қыздың елесі Джулианның әкелген мыңдаған қуыршақтарына тоймай, ақыр соңы оны өзімен бірге ала кеткен деген мистикалық нұсқалар да бар. Иә, сіз дұрыс түсіндіңіз. Джулиан бұл аралға 1000-ға жуық қуыршақ алып келген. Мексикада тұратын бір топ достары өзара бәсекелесіп, жеңілген адам осы аралға түнде жалғыз барып, және ол жерден бір қуыршақты ұрлап келуі тиіс деп келіседі. Бұл ойында Тания Морено атты қыз жеңіліп қалады. Содан ол қуыршақтар аралына жалғыз өзі аттанады. Өмірімде мұндай қорқынышты ешқашан сезініп көрмеппін. Қайықтан түсіп аралға қадам басқаннан бір түрлі қараңғы энергетиканы сезінгендей болдым. Ағаштарда ілініп тұрған қуыршақтарын бірін шешіп, өзіммен бірге алып жүрдім. Бұл аралда менен басқа тағы да біреу жүргендей түйілді. Ол мені сыртымнан бақылап аңдып жүргендей болды. Оның анық кім екенін білмедім.
Жобалап айтатын болсам, бір кішкентай қыздың көлеңкесі ағаштардың арасынан маған қарап сығалап тұрғандай көрінді. Бұл жағдайдан денем тітіркеніп ауыра бастады. Аралдың ауыр атмосферасы мені жан-жақтан қысып бара жатқандай болды деп Таня сол аралдан алған әсерімен бөлісті. Алған қуыршағын сол аралға тастап ол қаша жөнелді, және бұл аралға енді ешқашан келмеймін деп шешті. Таняның оқиғасы осы аралға келген адамдардың көргендеріне қатты ұқсас. Аралға алып баратын өзенде гид болып жұмыс атқаратын Мигель есімді жігіт осында көптеген жылдар бойы қайықпен адам тасымалдап жүр. Ол қуыршақтар аралына Джулиан бас көз болып қарап жүрген уақытты көрген. Мигель Джулианмен жеке таныс болған және оның мистикалық оқиғасын білген. Аралға бара жатқан туристер оған түрлі сұрақтар қояды. Соның бірі, Мигель қуыршақтар аралына түнде барады ма? Кезінде күні-түні ол аралға қайықпен жүзіп барып келе беретінмін. Соңғы рет досыммен екеуміз қуыршақ аралына түнде жүзіп барған болатынбыз. Аралға жақындағанда ауа температурасы аяқ асты төмендеп суып кетті. Кенеттен біз жағада белгісіз ер адамды көріп қалдық. Оның үстіндегі киімі баяғы көне адамдардыкіне ұқсас болды. Содан ол адам дереу жағадағы кішкентай ескі үйге жүгіріп кіріп кетті. Көп ұзамай оның ізімен жағаға тоқтап аралға шығып сол үйге бізде кірдік. Бірақ үйдің ішінде ешкім болмады. Ол ер адам қашып кеткен шығар деген нұсқада логикаға дұрыс келмеді. Өйткені үйдің көлемі өте кішкентай, және оның бір ғана есігі бар. Бірде-бір терезе немесе үйдің артынан шығып кететін екінші есігі де жоқ. Ал кіреберістегі есігі өзенге қарай орналасқан. Біз жағаға келгенше ол үйден ешкім шыққан жоқ. Бұл ер адам түсініксіз жағдайда жоғалып ғайып болып кетті. Біздің пайымдауымыз бойынша бұл аралдағы ер адам елесі. Осы оқиғадан кейін мен бұл аралға түнде келмейтін болдым деп Мигель туристердің сұрағына жауап берді. Қазіргі таңда аралға Джулианның туыстары қарап жүр. Бүгінгі уақытта арал мистикалық жерлерге құмар туристерге ашық. Кейбіреулер мұнда өздерінің жүйкесі мен батылдығын сынауға келсе, ал біреулер аралдағы қыздың елесін тыныштандыру үшін қуыршақтар алып келеді. Қазір арал қорқынышты қуыршақтардың саны және ұсқынсыздығымен таң қалдырады. Бір кездері әдемі қуыршақтар уақыт өте келе қорқынышты фильмнің кейіпкерлеріне айналды. Күн, жаңбыр және жел ойыншықтардың түрін бұзып, аралдың қонақтарына үрей тудырды. Осылайша Джулиан Санта осы аралда түнеп өмір сүрген жалғыз ғана адам болып табылады. Осы оқиғалардан соң бұл арал әлемдегі ең қорқынышты локацияларының бірі болып есептелді. Жергілікті тұрғындар бұл жерді өлі қуыршақтар аралы деп екінші атау берген. Аралдың ішінде орналасқан Джулианның үйінде осы жерге алғаш рет алып келген қуыршақ ілініп тұр. Яғни осы аралда суға батып қайтыс болған қыздың қуыршағы. Қуыршақтың аяғы мен қолы жоқ. Ал түрі болса кірлеп, ескіріп кеткен. Оның мұнда ілініп тұрғанына 60 жылдан асты. Аралға келген адамдар денелерінің тітіркеніп, жаурай бастап мазалары қашқанын айтады. Бұл құбылысқа аралдың қазіргі қараушыларының өз түсініктемесі бар. Осы аралда қайтыс болған қыздың және көне заманда тұрған адамдардың елестері мен рухтары осы қуыршақтарға көшкен деседі. Осылайша сол елестер аралға келген адамдардың энергетикасымен қоректенеді, және адамдар осыны сезіне бастайды. Мұнда келген журналистер камералардың түсініксіз жағдайда бұзылып өшіп қалғанын және тағы да басқа техникалық ақаулар болғанын айтты. Тіпті камераға түсірілген материалды қайта көрейін дегенде хард-дисктің ішіндегі видео қосылмай қалған жағдайлар орын алды. Бұл болып жатқан құбылыстар көбінесе күндіз орын алған. Арал қараушысының айтуынша түнде паранормальды жағдайлар тағы да күшейе бастайды. Туристерге де анда-санда ұзақ келісумен рұқсат бергенімен, оларға аралда түнеуге кеңес бермейді. Аралда түнге қалған туристер көргендерінің бәрін камераға түсіріп жүрді. Бәріне қызық болған ол Джулианның үйі және бөлмедегі аралдағы ең бірінші келген қуыршақ. Туристердің арасында бір әйел алғашқы қуыршақ ілініп тұрған бөлмеде жалғыз өзі біраз уақыт отырып көрмекші болды. Бөлмеге 2 шамды және камераны қосып қойды.
Ал қалған адамдар сыртта оны монитор арқылы бақылап отырды. Шамамен 7-8 минуттан кейін бөлмедегі шам өшіп қайта жанды. Мұны көрген әйел қатты қорқып кетті. Оған қоса бөлменің ішінде түсініксіз дыбыстар шыға бастады. Әйел испан тілінде «Сәлем, мұнда кім бар?» деп сұрақ қойғанда, сол сәтте екі шам тағы да жанып өшті. Сыртта тұрған адамдар мұның бәрін монитордан көріп қатты таң қалды. Кенеттен оларға бөлмеде әйелдің көлеңкесінен бөлек тағы да басқа көлеңке көрінді. Әйелдің айтуы бойынша үйдің сыртынан біреу оны бақылап қабырғаны тырнақтарымен тырнап жүргендей дыбыс шықты. Мониторға қарап тұрған жігіттерінің бірі камерадан әйелдің артында бір қуыршақтың аяғы қимылдағанын байқап қалды. Ол дереу рация арқылы әйелге артына қарап қимылдап тұрған қуыршақты тексеруін сұрады. Оны естіген әйел сасқаннан орнынан қозғала алмай қалды. Қорыққаннан артына бұрылғысы келмей, зорғадан ақырын айтылған жерге шамды бағыттаған кезде шынымен де қуыршақтың қозғалып тұрғанын байқайды. Бәлкім бұл бөлмеге өтіп кеткен желдің арқасында болған шығар деген ой келді. Алайда басқа қуыршақтар еш қимылсыз тұрды. Қозғалып тұрған тек қана осы қуыршақ болып шықты. Бөлмедегі әйел үйдегі қуыршақтарды тексеруді ары қарай жалғастырды. Әрбір қуыршақтың жүзіне шамды жарқыратып мұқият қарай бастады. Содан тағы да испан тілінде сәлемдесіп, мұнда кім бар деп сұрағанда, қуыршақтардың бірінен баланың «мама» деген дауысы шықты. Мұның бәріне шыдай алмай әйел үйден жүгіріп шығып кетті. Одан кейін сыртта күтіп тұрған әйелдің бірнеше достары үйге кіріп келді. Бірақ олар бөлмеде болған құбылыстардың себебін таба алмады. Тіпті жаңа ғана дыбыс шығарған қуыршақта үнсіз тұрды. Олар үшін бұл аралдағы түн ең ұзақ және қорқынышты болды. Таң ата туристер аралдан шығып үйлеріне қайтып, аралда түсірілген материалдарды қарап зерттей бастады. Видеоларды қарау кезінде олар бір жан түршігерлік жағдайды байқап қалды. Камералардың бірінде қимылдаған қуыршақ және белгісіз көлеңкеден басқа белгісіз бір қыздың дауысы микрофонға жазылып қалыпты. Дауысты қайталап мұқият тыңдаған кезде онда «Аюдаме» деген сөз естілді. Туристердің араларында испанша тілді білетін жігіт бұл сөз «көмектесіңдер» деген мағынаны білдіретінін айтты. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Бұл оқиғаның бәрі шынайы ма? Әлде жай аңыз ба? Бірақ жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды дейді. Жоқ әлде